Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгін бізде Hyundai Accent автокөлігі. Автокөліктің келу себебі автокөліктің сигналкасы істемейді, яғни бізде сигнализация. Біз жабылған кезде бізде автокөліктің ешқандай артқы шамдары істемейді. Яғни поворотниктар бізде ешқандай жанбайды. Поворотниктар екі жағда ашады, жабады. Басқа ешқандай белгі реакциясы жоқ. Және де бізде автокөлікте жауып автозаводпен оталдырақ десек, бізде автозаводта іске аспайды. Ешқандай реакция жоқ. Бірақ бізде пультіміз автозаводты қосып тұр, бірақ автокөліктің өзі қоспайды. Ешқандай реакция жоқ. Ал енді причинасын қалай табамыз? Ең бірінші бізге сигналканы табу керек. Блогын. Көбінесе бұл жағдай блоктан болады. Блогын іздеп көрейік. Бізде блок автокөліктің астына орналасады. Ең бірінші қарап көрейік енді. Мына көріп отқандарыңыз бізде тамағaf, яғни блогы автокөліктің сигнализациясының. Енді осыны бәрін босатамыз, сыртқа шығарып көреміз. Бәрі фишкаларын аламыз. Ал қазір мен бәрін шешіп көрейін, сосын сыртқа шығарам. Автокөліктің сигнализациясын блогын шығарып алдық. Енді біз мына 4 шурупты шығарамыз. Ішін визуально көру керек бізде. Күйген жерлер бар ма екен? Егер күйген жерлер болса жасаймыз, күйген жерлер емес болса ары қарай автокөліктің проводтарын тексереміз. Бізде бұл блокта ашып жабу бәрі істеп тұр. Бұрылу шамдары істемейді, яғни аваринкасы. Және де бізде дистанционный автозаводымыз істемей тұр. Ал енді ашып көрейік. Көп жағдайда осы блок бізде күйіп кетіп жатады. Сол үшін бірінші осыдан бастап отырық. Егер қазір ішінде бәрі дұрыс болса, біз ары қарай автокөліктің сигнализациясының проводтарын, тоқтарын тексереміз. Ал енді көреміз. Бізде дорожкалардың бәрін дұрыстап көру керек. Ешқандай күйген, үзілген жерлер болмау керек. Негізі бұл блокта бәрі аман есен сияқты. Өйткені ешқандай күйген жерлер жоқ, көрінбейді. Ешқандай иіс жоқ. Яғни бұл блок аман сияқты. Енді ары қарай біз автокөліктің проводтарын тексеріп көрейік. Блогын міне енді қайттан жинап тастадық. Енді автокөліктің проводтарын тексереміз. Бізде тамағaf сигнализациясы. Біз теріс тоқ, минус тоқ жоқ деп айта алмаймыз. Өйткені автокөлік ашып жабу блокқа бәрі кеп тұр, питаниялар. Енді ары қарай тексереміз. Кішкене ыңғайсыздау. Қараңыздар, енді бізде мынаусын бізде автокөліктің есік жабу ашуына байланысты жұмыс істейтін фишка. Мынау бізде бұрылу шамдары және тағы басқа. Ал енді бізге керегі бізге автокөліктегі сигнализацияның питаниясы. Яғни осыған тоқ келеді бізге. Контролькінің бұрышын минусқа жалғадық. Көріп отқаныңыз міне жасыл, сары және екі қызыл, біреу жұқа, біреу дәу тұр. Яғни бізде ең бірінші плюс үнемі кеп тұратын, яғни постоянно кеп тұратын екі тоқ бар бізде плюс. Яғни соны тексереміз. Қалғандары
бізге қазіргі жағдайда маңызды емес, өйткені олар зажигание ашқанда келеді. Бізге мына кішкентай қызыл провод және үлкен қызыл проводта бізде 10 плюс тоқ болу керек. Ал тексерейік. Бізде қызыл провод, екіншісі ар жағынан санағанда. Екінші провод тексереміз. Яғни бізде кішкентай қызыл тоққа бізде 10 тоқ келіп тұр, яғни дұрыс. Ал екіншісі үлкен қызыл тоққа да үнемі тоқ келіп тұру керек. Тексереміз. Бізде міне үлкен тоққа 10 тоқ келіп тұрған жоқ. Яғни бізде қазір проблема осы болуы әбден мүмкін. Ал келесі бізде бұған тоқ қайда келеді? Ең бірінші предохранителін тексереміз. Мына бізде кішкентай, міне кішкентай тоқтан өтіп тұр тоқ. Кішкентай қызыл проводтың предохранителі, яғни бұл бар. Бізде не қада келіп тұр, дұрыс. Ал міне екінші предохранителі тықтым, мына бұрышынан тықтым. Бізде тоқ жоқ. Может, басынан бастап келмеген шығар. Мына ұшына тықтым, предохранителдің астына. Бізде тоқ келіп тұр. Және байқадым, мына аяқ что-то еріген екен. Предохранителдің өзі үзілмеген. Яғни бізде мына аяқта тоқ бар. Мына екінші жағына өтпей қалған. Екінші жағына тоқ өтпей тұр. Тығып көрдім. Бізде проблема қазір осы болып тұр. Предохранитель күймеген, бірақ тоқ мына бетіне өтпей қалған. Міне қазір өтті. Ал мына жаққа келді ма екен, тексерейік. Мына жаққа да келді. Ең алдымен мына предохранительді жаңа предохранительный сыртымен қосып ауыстырамыз және тексереміз. Міне енді біз мынандай отдельно және бөлік осындай предохранитель салатын алдық. Және мына жаққа 30-дық предохранитель саламыз ішіне. Яғни бағана бізде ар жақта 30-дық предохранитель тұрды, басқасын салуға кеңес берілмейді. Яғни өзінің қандай предохранитель тұр, сондай ампер метраждағы предохранительді саламыз. Яғни мынаның ішіне саламыз мына предохранительді. Және де бағана көрсеткен жерге еріп кеткен жерді екі жағынан кесіп, осы предохранительді орнатамыз. Қазір орнатып болайын, сіздерге ары қарай түсірілім басталады. Ал енді контролькмен тексереміз, өтіп тұр. Және де мына қызыл проводты тексереміз. Қызыл проводта тоқ бар ма? Яғни бізде қызыл проводта бар. Және қозғап көрем. Ары қарай блогын сапсаймыз, енді жинаймыз. Міне бізде осыдан проблема болған предохранительіміз, екі жағын кесіп тастадым. Жабысып қапты. Іші күйіп жанып кеткен. Ал енді бәрін салып біттік. Ары қарай тексереміз. Тексерейік. Есікті жауамыз. Ал арт жағынан көрейік. Бізде жанды. Екінші жағы да жанды. Бақылаушы, яғни бұрылу шамдары жанды аварийкісі. Енді сигнализацияның жабуы бәрі істеп тұр. Есікті жаптық. Ал енді автозапусты көрейік. Автозапуск басамыз. Бізде ашты.
Бірінші попытка. Оталмады автокөлік. Бірақ енді мен автокөліктің зажиганиясы ашылды. Бізде иммобилайзердің шебі мына кілтте ғой дейм. Яғни қазір автозавод істеп тұр, бірақ оталмай жатыр. Енді есікті ашып көреміз. Бірақ уже автозавод істеді бізде. Енді мына кілтті алып, бұрында істемей қалғаннан кейін кілтті шығарып салған ғой дейм. Кілтті алып ішіне тығып кетейік, бірақ кілтті қоспай. Кілтті ішіне салдық. Бұрынғы иелер автокөліктің сигнализациясы істемегеннен чипті сыртқа шығарып салуы мүмкін. Енді тағы да көрейік. Есікті жауамыз. Есікті жаптық. Автозаводпен тағы көреміз. Бізде қазір зажигание өшіп тұр. Мен кілтті қосқан жоқпын, просто ішіне қалдырып кеттім. Қостым. Автокөліктің зажиганиясы ашылды. Енді оталды. Міне бізде автокөлік оталды. Яғни біз проблеманы жойдық. Енді чипті кілтті ішіне орнату керек, немесе чипті алып сигнализацияның ішіне тығу керек болды. Назар салғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.